далаға шығып грядка жинамасам, далаға шығып тез грядканы жинап қайтадан үйге келейінші, омайы. Әйтпесе грядкам қалың өсіп кеткен сияқты ғой. Тез грядкаға барып қайтайын мен болмаса. Ойбай, Майнкрафт немене соңғы кездер қуып жүр ма? Мақұл. Опа, біздің грядканы біреу жинап кеткен ме? Жоқ. Ой, білмеймін, короче, достар, өзі өсіп жатқан сияқты ма? Мынау көрші жителдікін жинай салайыншы. Осы көрші жителдікін жинай салам. Негізі бірақ көрші жителдікін, достар, анау өзі жинайтын еді негізі. Неғып бүгін жинамады. Қарасаңыздаршы, достар, ебай өскен. Бұл бүгін жинамаған ба, білмеймін. Кешеден бері жинамай жатқанға ұқсайды ғой. О, мынау. Мақұл, тез грядканы жинап тастайын да үйіме барайын. Ой-ой. Ох, түсіп кеттім. Короче, тез грядканы жинайын да үйіме жоқ қылайыншы. Енді білемін, достар. Анау беттегі, анау церковь жақтағы жителердің грядкалар жиналған болады енді. Церковь жақта деп, анау мердің үйінің жолының қасындағы жителердікі. Короче, көреміз, достар. Неғып грядкалары жиналмаған деп қоям. Мынау жителер неғып грядкаларын жинамайды? Шыны ма? Негізі кешеден алдың күні жинап жүрген адам еді. Қараңыздар, достар. Анаяқтағы грядкаларда жиналмаған. Ё-майо, оқтағыларында жинап қайтайын ма? Не істейін, ё-майо? Ей, что бүгін ауыл тып-тыныш қой. Что-то бүгін ауыл тып-тыныш қой, ё-майо. Жителер де жоқ неяқта. Жителер күніге өсек айтып тұратын. Бүгін бірдеңке күн ба. Мыналар үйлерінде көрінбейді ғой. Мерда кетіп қалған шығар, достар. Ол кешеден алдың күн қалаға кетіп қалған, ол тұғын. Кетіп қалған ау, білмеймін бәрі. Кетіп қалған шығар. Кешеден алдың күн әйтеуір кетем де аққан, кетіп қапты ғой әйтеуір. Мақұл, мынау жителер бірақ қаяқта бірақ. Мынау жителер қайда кетіп қалған, ё-майо? Бәрі қосылып бір автобусқа кетіп қалған жоқ па, немен? Мені тастап. Бір цунами келе ма, бірдеңке келетін болып қап қалған болмайын, ё-майо. Ешкім ондай емес шығар. Жителер бірақ айтып кетеді, өйтпейді. Походу бірдеңке болды. Неғып ауылда жителер негізі күніге өсек айтып тұратын. Жителер қайқа кеткен. Бүгін ауыл тым-тырыс болып қалыпты, достар. Мақұл, қайта өзіме де жақсы емес па, демалам. Бірақ жителер шын жоғалып кеткен болса ше, біреу ұрлап кеткен болса. Бірақ ешкім жителердің бәрін ұрлап кетпейтін шығар. Негізі бірақ бәрін ұрлап кететіндей күші болса да. Мерді енді ол қалаға кетіп қалғанын білеміз. Мынау беттің грядкалары жиналмаған біртүрлі екен, достар. Бұл беттікі үнемі қарасаң бір житель жинап аққан болатын. Бір житель жинап аққан болатын еді. Бүгін жиналмап, сол житель қайқа кетіп қалған, жинамапты ғой. Мақұл, өзім жинай салайыншы. Енді тез жинап үйге барайыншы. Ой-ой-ой. Достар, короче, стримге шықпағаныма көп күн болды. Шығайын ба стримге, білмеймін. Мақұл, тез осы грядканы жинайын да үйге жоқ болайыншы. Жителер ауылда көрінбейді, достар. Ё-майо, что-то қорқа бастадым. Мынау жителер негізі ауылда кетпейді. Хотя бір житель жүреді ғой. Болды, достар, жинап. Ё-майо, ұзақ болып кетті ғой. 2 грядканы 2 минуттан 4 минутта жинадым ба? Не істедім? 3 грядка жинадым ғой. Мына жителдің үйіне көрін ба? Житель иесін қарайшы. Житель. Ё-майо, үйінде ешкім жоқ па не? Қан терезесінен қарайшы.
Үйünde ешкім жоқ достар. Үйünde ешкім көрінбейді. Мақұл, цирктағы жетілге барып қайтайын. Цирктағы жетілде енді болмаса білмеймін. Ё-моё, жоқта да ешкім жоқ достар. Қақсам, ай есіл. Қақсам, сразу есілу керек достар оған. Тук-тук. Жоқта ешкім жоқ достар. Жетіл, жетіл. Қайықтасыңдар? Ё-моё. Ауылда ешкім жоқ ё-моё. Ama var burası. Ama yerde yendi bilemiyorum. Bu қалаға кетіп қалған достар мен. Мынау асықтың әлі тұр ғой. Мынау жетілде де үйінде бұяқтағыларында ешкім тұрмайды айтпақшы. Қайсысында біреу тұратын еді. Мынада да адам тұрмайды достар. Осыған бір мыяқта енді склад, бұяқта склад. Достар міне бұяқта склад. Бұяқта общий склад бәрін. Асықта кетіп қалған несіне? Асық айтпақшы бір жаққа кетіп қалған өткенде. Мыяқтағы жетілдердің үйін көріп қайтайыншы. Ё-моё, қайға кетіп қалып деген жел. Опа, сабызды абалай. Ё-моё. Жетілдер жоқ қой чотта. Ауылда жетілдер көрінбейді. Негізі достар бүткіл үйде адам тұрады. Просто андай полын жөндетпеген ба білмеймін короче. Бірақ бүткілінде адам тұрады ау походу. О, мыяқта бір жетіл тұр ғой. Ей жетіл. Тук-тук. Ей жетіл. Не болды? Ауылдағы жетілердің бәрі қайқа кеткен білесің бе сен? Жоқ тұра. Жоқ. Қайқа кеткен білмеймін. Чоттас мынау. Ей достар. Тұрын қарасаңыздар достар. Тұра. Ё-моё. Қорқынышты ғана тұр. Короче, ашсай кіріп көрейін да үйіңе. Қуашы жоғалшы бар. Кетші орай. Ё-моё достар. Қан достар қарасаңыздар. Анау тесіктерден қан көріп тұрмын ше. Чотта анау жетіл подразделительный. Мақұл кете берейінші. Мен анау жетілге чотта подразделительный көрініп отыр маған ше достар. Мен анау жетіл қуама? Или анау өзі жоқ кезде үйіне барып көрейін ба достар. Грядкіден тапқан затымның бәрін қойып қойшы. Болды. Енді достар меч, броня, топор алайын на всякий случай. Болды достар. Жетілге барып көрейін ба? Жо достар. Или анау жетіл чотта подразделительный достар. Кешке үйіне барып көрсем екен. Ё-моё. Үйінен кетіп қалатын уақыты болатын шығар, бір жаққа кетеді. Сол кезде барайын ба или? Мақұл достар, мен үйге кіріп бір ноут көріп тұрайыншы. Бір ноутбуктан Brawl Stars ойнап отырайыншы, ё-моё. Или Mobile ойнап отырам или. Короче, ойнап отырайыншы бір ойын. Бір жетіл кеткен уақытқа дейін. Бір түске дейін ойнайын, түстен кейін анау жетілдің үйін ақтарам, короче. Достар, ё-моё, отқаныма 2 сағат ноутбукта отырып кәс тұрдым. Видеоға амандасайыншы айтпақшы. Амандасуды ұмытып кеттім ғой достар, кешірім сұраймын. Короче, барлықтарыңызға сәлем достар, сен бірге мен Нұркизет, қалайсыздар? Короче достар, бүгін азанда тұрсам, ауылда жетіл жоқ. Мынақта бір түрі жаман тістері, сондай бір жетіл ақ бар. Болды. Үйінің іші оның үстіне қан. Короче, сол жетілді қазір мен үйін тексеруге барам. Короче, мынаны бронямды киіп алайын да тез ше. Бронямды тез киіп алайын да. Мынау қолымдағы заттармен енді бірдеңке қыларым. Ё-моё, автомат та жоқ бізде. Анау жетіл чотта қауіпті жетіл ау. Білмеймін короче. Ё-моё, достар. Анау жетіл әлі кетпеген ғой. Әлі тұр ғой. Мен подразделительный ұстап қалды ма? Қарасаңыздар достар түрін. Ё-моё. Түрін қараңыздар достар. Қарады. Қаш. Ё-моё, көріп қойды мені достар. Ё-моё.
қарап тұра берейінші. Короче достар, мынау жетілдің үйінің есік алдына қайттан келімше, мынау жетілді қараңыздар достар. Бұл анау бірден үйінің астына түсіп кетті достар. Үйінің ішіне кіріп көрейінші достар. Мә есігін бұзайма не істейін. Мақұл, жетілдер үшін бұзайшы. Мына енді ішіне кіріп көретін боламыз. Ойбай, мына есігі жаман ауыр ғой. Мә үсті қойып қоя салайық қазіргі. Ебақ қан достар. Баспай өтейік достар, қандарды абайлап деп секіріп өтейік та. Мынаның ішін ашып түсіп көрейік достар, енді бізді артынан. Что қайқа кетіп қалды екен ол жетті. Ема. Ебайды асқа дейін барады ғой мынау. Мыняққа қамап отыр ғой жетілерді. Жоқ, бұяқта жетілер жоқ, что-то. Кірем да, ананы сразу талдырып тастайын ба, или бірдеңке істеймін, короче. Ей, маньяк, мынау жетілер мынау кім? Сен қақтан келдің? Кет бар. Кетпеймін, омай. Пышақ ұстап алды мынау. Омай, сәл-ақ қалды ғой пышақпен жүгіруге маған. Жетілер өкінішке орай өлтіріп тастадым деп айтпай ақ қойын. Короче, жетілер, не болды? Не болған сендерге бәрін? Неғып бұға әкеп алған сендерді? Расыл біздің бәрімізді шетінен ұрлап ошаға әпкеп қағып қойды. Ананың түріне қараған психқа ұқсайды ғой, иә, психқа да қоясың ба? Оны қазір мен түрмеге полициялар шақырып берем, короче. Полициялар шақырып түрмеге беріп жіберем оны. Ё-май, мынақта кілт тұрған сияқты мынау. Оппа, кілт тұр екен достар. Ё-май. Енді жетілдер сендерді шығарып алайын ба? Сендер үйсіп шығара салайықшы, ё-май. Шыңдар. Мына железный есікті болмаса бұза салайыншы. Шыңдар болай. Мынаны бүйтіп алып тастай салайын. Болсаңдаршы, жетілер шықсаңдаршы. Расыл бірдеңке айтпайыншы. Ой, мақұл жүрсеңдерші, анау далаға шығып айтасыңдар. Жүріңдер, менің артымнан кет. Короче, қазір анау жетілді неге береміз, короче, ол талып қалды қазірге, қазір келеді. Жетілер әйтеуір шықтыңдар ма? Ё-май, жетілер не болды негізі? Не болды? Басынан бастап біреуің айтып беріңдерші. Сен жетіл айтасың ба? Иә, мен айтып берейін, короче дей берме, тез айтшы, ё-май. Аздап қорқып тұрмын, Расыл. Мақұл. Короче, Расыл, анау жетілер бізді ошаққа шақырды да, бәрімізді дубинамен ұрып, бір қарасақ, ошақта тұрғанбыз бәріміз. Бір ұйықтап тұрғандай болдық қой. Бір ұйықтап тұрғандай болғанда қалай сендерді? Бізді шақырды, бірдеңке айтам деп, бірдеңке берем деп. Сөйтіп, дубинамен басымызға қойып қалды бәрімізді. Сөйтіп, бізді бір қарасақ, жер астында түрмедеміз. Қамып қойған ғой, короче. Иә. Мен бәсе сондай болған ғой. Мен кесем, короче, ауылға. Сендер жоқсыңдар, грядка жиналмаған. Үйлеріңе барсам, ешкім жоқ, шықпайды ешкім. Короче, Расыл, саған бір ауызда рахмет, короче, бәріміз рахмет айтамыз саған. Бізді құтқарғаның үшін, осы уақытқа дейін құтқарғаның үшін. Мақұл, жетілер оқасы жоқ. Давай, короче, ана балдарыңды да ұрып әкетіп қалған ба да тауы? Иә, сондай бас демейді. Псих қой. Оны полицияға әкетеді, сол кезде бере саласыңдар ғой, әлі полиция келмеді ме? Мынаның астында жатыр, ол маньяк. Иә, талып жатыр дағы астында. Абайлаңдар, тағы ұрлап кетпесін. Что-то қарасам, біз бұндай көп емес едік. Басқа ауылдың жетілдерін де не істеген ба, ұрлаған ба? Сондай сияқты, мынау білмеймін. Басқа ауылдың жетілдері жүр ғой, анау маньяк бізді ұрлап кетті деп. Мақұл, басқа ауылдың жетілдері тезсіз ауылдарыңа бармаңдар, жетіп алыңдар. Мен достар, осымен мен видеоны аяқтаймын. Ё-май, жетілдерді ұрлап кеткенше. Короче, достар, сіздермен болған мен Нұркизет. Бүгінгі видеоны ұнаған болса арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетейік. Қош сау болыңыздар, келесі видеоларда жолыққанша.